дәшті қыпшақ даласы, қазақ даласы, қисапсыз жер асты, жер үсті байлықтарымен ғана емес, ұлан байтақ кеңдігімен ғана емес, көз сүрінер көне тарихымен ғана емес, дара тұлғаларымен де ұлы. Қазақ университеті, филология факультеті, аудитория, шыбынның ызыңы естілгендей жым-жырт тыныштық. Мінбеге көтерілген ұстаз лекциясын бастап кетті. Асылы қаламгерлік қасиет тума талант милицияның шинеліне сыймайтын болса керек. Әлгі милиционер болып жүрген Ғабит қолына наган орнына қалам алып, әлгі кәсіптен тез тайқып шығады. Сірә милиционердің міндеті адамдарды, әсіресе адамдардың ақыл ойын түрмеге салу емес, түрмеден шығарып алу. Қаралау емес, ақтау деп ұққанды. Бұл әрине заңгер емес, жан инженеріне тән мінез. Шынайы таланттың ішкі принципі әрқашан берік болады, тұрақты болады, қатал болады. 37 жылдың ала топалағында мысалы Мүсірепов Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің мәдениет секторын басқарған екен. Мұның өзі әжептәуір әкімдік. Бірақ бұл жолда оның әкімдігін ақындығы жеңіп, халық жау атанып ұсталып бара жатқан Майлинді өзі отырған үлкен мекемедегі әпербақандарға қосылып қаралаудың орнына жанұшыра ақтап, егер бейімбет жау болса, мен де жаумын деп қасқиып қарап тұрған. Бұл да мансап дегенді ешқашан мақсат тұтпаған марғасқа дарынға тән қайсарлық. Сонда деймін ау, сонда бәрімізге таныс, сырты жұп-жуас, моп-момақан Момын Мүсіреповтің ішкі іш жағы қандай алай-түлей, асау, тентек. Міне осы қарама-қарсылық, яки хаос гармонияға көшкен жерде, дәлірек айтқанда Мүсіреповтің түрі сырына, яки пішіні мазмұнына ауысқан шақтан, яғни өмірі өнерге айналған тұстан оның творчествосы, шығармашылығы басталған. Аңыз бар, өзіміздің шығыста керім дейтін бір керемет болыпты. Ұлтым, жұртым дегенде оттай маздаған, шоқтай қоздаған, өз жүрегінің жалынына өзі күйіп, өртеніп өліпті. Адам жүрегіндегі осына өрт махаббатты 20 ғасырдың ұлы ақындарының бірі түрік Назым Хикмет өлеңге айналдырған. Мен оны былай аудардым. Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Жаңағы өзіне сырттай сөндіріп қойып, сап-салқын жүретін маңғаз Ғабит, іштей дәл осылай лапылдап, жанып, жалындап, өртеніп өмір сүрген адам. Сондықтан да ол жазушы өз ұлтының рухани көсемі екенін өмірімен де, өнерімен де дәлелдеп кеткен адам. Бірақ әйтеуір шүкір қазіргі қазақ әдебиетіндегі Мүсіреповтің ең талантты,
деген ізбасарлары Абай, Әуезов, Мүсірепов дәстүрлерін одан әрі жалғастырып, әдебиет алдында тұрған әлгі бір-екі ұлы сұрақтың жауабын іздеп, еңбектену үстінде. Одан болашақта нәтижелер тууға тиіс, оған үміт қана емес, сеніміміз бар. Мүсірепов туралы сөзімді мен оның өзі туралы, өнері туралы көзі тірісінде айтқан мына тұжырыммен аяқтасам деймін. Күллі қозғалысы, ең бір елеусіз қимылдың өзі, ең арғы жағы шылымының күлін қаққанына дейін сабырлы, тіпті салғырт, бірақ дәл, санаулы, әр қимылы мақсатсыз қыбыр етпейтін кісінің қылығы мен құлқын танытып тұр. Константин Фединнің Максим Горький туралы айтқаны осы сөзін оқысам, менің көз алдымда Мүсірепов тұрады. Асылы үздік қасиеттер бір-бірінен неғұрлым ерекше болса, бір-біріне соғұрлым ұқсас болады. Ғабит Мүсірепов ардақтап, Мүсірепов туралы мың сөзден, Мүсірепов деген бір сөздің мағынасы әлде қайда терең, мазмұны әлде қайда бай. Демек, Мүсіреповті мақтаудың керек жоқ.